Мен мынау қазір не туралы айтып келейін де, қазір ұстаным жөнінде айтып келейін. Жақсы. Дұрыс. Мен айтып келейін бе? Мен жуырда шындығын жоғалтып алғандар мен елдік ұлттық мүддеден бойын аулақ салғандар туралы әрбір қазақ білуге тиісті жаңа ұстаным жарияладым. Онда мынадай жолдар бар. Ертелі кеш тек билікті мақтан тұта отырып, көп газеттің, телеарнаның айтатыны өтірік. Қаншама жұрт сондықтан да өтірікке нанады. Кейбіреулер қызмет үшін сатқындыққа барады. Кім айырма салса жиі ісі менен сөзіне, екі жүзді әрі алаяқ пенде оның өзде. Егер адам жойып алса жүрегінің шындығын, рух қуатын сезінбесе адал әділ мұңдының, елге қажет пайдалы ойлар жүргенімен миында, шындық өлсе, бітті, ісі бағаланар тиынға. Тіпті ол адам атақтан қатолтырса да қойынын, елдік ұлттық мүдделерден аулақ салса мойнын, тоқтатуға тырысса да пендеверлік құлқынын, шыншыл рухты және адал перзент емес ұлтының. Қазір кезеңде шындығын жоғалтып алған адамдарда есеп жоқ. Бірақ мынау және Қазақстан жазушылар одағының 777 мүшесі бар екен, соның 7-еуі ғана елдік ұлттық мүдделерде бізбен бірге. Қалған егер 70 адам бізбен бірге болса, онда билік бізге басқаша көзбен қарар еді. Мынау тілдік ұлттық мүдде күресінде олар бізге үлкен сүйеніш болар еді. Ал енді осындай күрестерде шындығын жоғалтпаған адамның бірі мына Берімбай Ысқақұлы деген бауырымыз енді өмірден ерте кетіп қалыпты, бірақ шығармаларын оқып өз басым тәнті болдым. Шығармаларында негізінен осы елдік ұлттық мүддеге бет бұрады. Және сөзімен ісіне айырма салмаған адам екен. Сондықтан осы бауырымыздың рухы ылғи да шындық биігінен, парасат биігінен, сана биігінен жарқыра берсін. Оның туған өлкесінде өз сияқты қанатты адамдар өнерге және шындық биігіне жол тарта бергей. Мен марқұм Берімбай Ысқақұлымен 2002 жылы қазақ елінің рухани астанасы Түркістан қаласында өткен дүниежүзі қазақтары қауымдастығының 2-ші құрылтайында танысып едім. Ақын еді ағамыз. Бәріміз халықаралық жыр мүшәйрасында қатынасып, жүлдемізді алып, көп сырласып бірге жүріп едім. Енді Берімбай ағаның ақындығы, қаламгерлігі өз алдына, енді ол кісінің мынау тарихи, шежіреге толы теректі әңгімелер айтуы өте керемет еді. Мынау Берімбай ағамен дастархан басында отырғанда, сол кісінің әңгімесін тыңдағанда, бір желкенді қайықта отырған сияқты бір керемет көңіл күйде болушы едік. Мен сол кезде Берімбай ағама айтқам, аға, осы сіз мынау Ресей құрамындағы, орыс құрамында қазақтар тағдыры туралы, Қытайда қазақтар туралы, Монғолияда қазақтар туралы көп деректі шежірелерді біледі екенсіз. Осыны хатқа түсіріп жүрсеңізші, мұны кейінгі ұрпаққа керек қой деп айтып едім. Енді ағамыз оны жазып қалдыра алмады ма, оны білмеймін. 2010 жылы
өмірден өткен екен ағамыз. Алдынан жарылқасын, естідім. Ағамның маған жазған қол таңбасы да бар. Білетін іштегіні, тыстағыны, қайратым қазақтың биікке ұшқан ұлы, өзіңе арнаған қол таңбасын өз ағаң Берімбай Сықақұлы деп жазған қол таңбасы да күні бүгінге дейін менде. Сол ағамыздың артында қалған ұрпақтарына, өлгейдегі, Алтай өңіріндегі қадірлі ағайын туысқандарға сағынышпен сәлем жолдаймын. Ағамыздың мерейтойы келе жатыр екен, сол мерейтойы сәтсіз өтсін деген тілегімді білдіремін. Ағамыздың сол артында қалған еңбектері болса, соны жинақтап, халықпен бет көрістіруге сіздер боп, біздер боп күш салып еңбек етсек екен деген тілегіміз бар. Менің өте жақсы көретін, ұстаз тұтқан ардақты ағам еді. Рахмет. Өзі тағдырдың жазуымен қазақ дейтін халық шашылып жүрген халық қой. Мынау жерінің үлкендігі болсын, сол жерде әрқайсысы орналасқан жеріне байланысты. Баяғыда Қытай мен Россия қазақ жерін жыртып бөлген уақытында көп ағайындар Қытай жағында, Моңғол жағында қалып қойды. Соған байланысты біздің көп. Одан кейінгі қиын жағдайлар 32 жылғы аштықтың жағдайына байланысты елден безіп кеткендер, дүниені шарлап кеткен 40 шақты елде қазақ бар көрінеді. 5 миллионнан артық қазақ Қазақстаннан сыртта жүр. Сондықтан осыны біз білмейді емеспіз. Білетін едік. Олардың ішінде ақын, жазушы, ғалым, қайраткерлер бар екенін де білетін едік. Соны көп жылдан бері біз әдебиетіміздің тарихына кіргізейік, халқымыздың тарихына кіргізейік дейтін нәрселерді айтушылар болды. Солардың алғашқыларының бірі де менің ауызда шыққан болып бері. Соған байланысты мынау система жүйенің ектірлігі көбіне сыртқа кеткен ағайындарды біздер онша ұната бермейтін мінез танытты. Әдебиетіміздің тарихына, халқымыздың тарихына әлілерді қосылды. Ретін таба алмадық. Және де Компартия оған жолды бермеді. Сондықтан мынау Берімбай Сықақұлы сияқты ақындардың, шын мәніндегі ақындардың еленбей жатуы, әдебиетіміздің тарихына кірмей жатуы, анау шығарып атқан тіпті анықтамалықтардың өзінде де кездеспей жатуы, осы да туған болу керек. Мынау таяуда шыққан қазақтың 100 жылдағы ақын жазушыларының анықтамасында да мен Берімбайды таба алмадым. Бұл сол кезден қалған, әлі күнге шейін жалғасып келе жатқан мінездеріміздің салдары. Әйтпесе Берімбайдың Қазақстанға келгені 2002 жыл ғой. Содан бері 13 жылық дүниеден өтеді. 8 жылдың ішінде кәдімгідей осындай өнері бар азаматтардың ел жұртқа түгел таныс болмауы, тіпті ғалым болып жүрген, әдебиетші болып жүргендердің өзіне де
бейтаныс болып жүруінің бір сыры осыған байланысты. Мен баяғыдан да айтып келе жатыр, қазір де айтуға тиістім. Шеттен келген ағайындардың жазғандарын біз елеуіміз керек. Қалай болған уақытында да соларға дұрыстап көзқарас қалыптастыруымыз керек. Осы жағынан келген уақытында Берімбайдың сезім селі, я болмаса әндерінің жинағы, өлеңдерінің жинағы, дискет, осыларды тыңдаған уақытында мен шіркінай біздің сыртта жүрген ағайындарымыздың, бауырларымыздың сана сезімдері де, олардың мұңы да өте сезімталдыққа құрылады екен ғой деген қорытындыға келдім. Мен мұны осы бүгін ғана аңғарып отырғам жоқпын. 92 жылы Монғолияда болғанымда, сонда қалай адамдармен, ақындармен кездестім. Қайсы біреулері Қазақстанға өтіп, осы Қазақстанға келіп, сүйегін тапсырғандар бар. Сол кезде де сезмедім. Сол кездегі айтып жүрген ойымнан қазір тіпті нығызданып, мынау Берімбай маған осы сөздерді еріксіз айтқызып отыр. Сырттағы ағайындардың өнерпаздарын, таланттыларын үлкен сөзге екендігін аңғаратын болсақ, оны біз қадірлеп құрмет. Мысалы, баласы Дәулеткерей Қапылы даңқты да, оның әкесі ақын, тіпті шешесі де ақын, осында келіп айтысқа түскен, соны дұрыстап елемей келетірміз күні бүгінге шейін. Бұндай дүниені біз бұдан былай қарай қазақтың рухани байлығын жинау үшін, солардың барлығын жарқыратып көрсету үшін, егер осы тәуелсіздік шынымен бізге тәуелсіздік болып келді ме, өзіміздің халқымыздың рухани мәдениетін жарқыратып көрсетуге мүмкіндік бере ме, олай болатын болса, дүние жүзінде шашылып жүрген қазақтардың өнерін жинауымыз керек. Мысалы, Еуропада, қазір Еуропада жүрген қазақтардың көбі осы Монғолиядан, Қытайдан асып барған қазақтар, Түркияда тұрып атқан 20 мыңдай қазақтар, тағы басқалардың өнерін біз үлкен биікке көтеріп көрсетуіміз керек. Тіпті олардың ішінде ғалымдар да бар. Мысалы, кім Уақап Қара дейтін Түркиядағы бүкіл шеттегі жүрген қазақтардың ішіндегі ең үлкен ғалымдардың бірі. Ал соның еңбектерін пайдалану Қалип Алтай бар. Кім Алтайдың баласы кімнің? Қалип Алтай. Соның барлығы да осындай оның алға елім деп өткен кітабысын, елім айлап өткеннің кітабысын оқып отырған уақытында олардың жан сезімін ғана емес, кәдімгі рухани сезімді біз көріп біліп отырамыз, соны жарқыратып көрсетіп. Ал осында келіп жасасын Совет үкіметі, жасасын Компартия дегендердің болар болмас әйтеуір саясат үшін жасалған нәрселерін даурықтырып мадақтап атамыз. Ал аналардың жылап жүрген, мұңдалып жүрген, мұңға батып жүрген сезімдерін кей уақытында аңғара алмаймыз. Осы жағынан келгенде мен мынау Берімбайдың өлеңдерін оқып отырып, әндерін тыңдап отырып, осыны анық бұрынғыдан да қатты айтып отырған себебінің бір сыры осыған байланысты. Сондықтан біз шеттегі жасалған әдебиетті, шет жұртта жүріп жасаған әдебиеттердің әрбір сезіміне мәнін беру. Біз кей уақытында Монғолиядағы келген ақын жазушылардың сөз тіркестерін, ұйқастарының кейбір қазіргі біздің қалыптасып қалған жағдайымызға келмейтіндігін сеземіз, білеміз. Өйткені әр жерде өскеннен кейін әртүрлі мақамдар пайда болатыны. Ал шында келген уақытында көп біздің ұмытылған, ұмыттырған сөздерімізді, ойларымызды
сол ағайындар қайтадан өздерінің жинақтарымен мынау Берімбайдың сезімсел дейтіні 10-шы жылы өз дүниеден өтетін жылы Өткен жыл. Өткеннен кейін. өткеннен кейін неде Баян өлгейде шығыпты мына кітабы. Осыны оқып отырған уақытында я болмаса мынау әндерін тыңдап отырған уақытында да әлгіндей ойлар сөз жоқ. Шеттегі адамдардың көз жасының мөлдірлігі біздің жасанды көз жасымыздан әлде қайда қадірлі екен, құрметті екендігін байқаймын. Сондықтан мынау жалғыз сырттағыларға ғана емес, іштегілерге де осындайларды анықтап байқап отыруымыз керек деген ойымды қайталап айтқым келеді. Ал енді ақындық жағынан келген уақытында маған мынау Берімбай қатты ұнады. Айтайын деген ашық, анық, және де түсінікті тілмен жеткізеді екен. Осы жағынан келген уақытында біздің кейбір әлгі жасанды жылтырақ сөздерге үйір болатындарымыздан гөрі кәдімгідей дүниені сол күйінде қалпында көрсете білу, ол көп ақындардың қолынан келе бермейді. Осыны мынау сезім селін оққан уақытында мен анық байқадым. Тіпті әрбірдесін басында көрейінші, не екен деп, бір алғашқы бір 2-3 өлеңдерді әр беттен оқып көргім, кәдімгідей үлкен қасиеті бар екендігіне көзім жетті. Содан кейін түгел оқып шықтым. Оның үстіне мынау кіріспеде кімнің Несіпбек Айтовтың жазған кіріспесінде бұл жалғыз болған емес, 10 шақты том болатын шығармалар бар. Әлі қолжазбадан шықпады деген. Осыны мынау Бақытбол дейтін баласы қолынан іс келіп тұрған уақытында жүзеге асыру керек. Саған бұл міндет. Өйткені мұндай шығармалар, оның ішінде барлығы алтын болмас, барлығы керемет болмас, бірақ қалай болған уақытында ақынның қалыптасып, осы мұндай биікке қалай көтерілгендігін көрсететін шығармаларды жыл ретімен, хроникамен беріп отырсаң да, қалай болған уақытында да осыны шығару сенің балалық міндетің, парызың. Сондықтан осы мәселені сонда барып мынау қатып қалған, советтік тәртіпке түсіп қалған біздің советтік қазақтар көріп, оқып, түсінетіндер болатын шығар. Бұдан былай ұрпақтарымыздың әрине біздің жасыратын жоқ қазақстандық қазақтардың көп ұрпағы орыс тілді болып кетті. Жартысына жақын тіпті. Оған менің талай дәлелдерім бар. Әсіресе ол неге жарайды, орыстар сен мынаны зертте, мынаны біліп ал деп зорламағанмен де шешелері орыс тілінде бітірген, балаларын тәрбиелеген уақытында үйде күнде қасында отырып орыс тілін олар егіп отырады. Сондықтан біздің көп жастарымыздың пиғылының өзі өзгеріп кеткенінің бір сыры осыған байланысты. Сондықтан солардың өзіне де түсінікті болатын, солардың өзі де қабылдайтын деңгей Құдай атуы алыс емес. Сондықтан Берімбайдың жинақтарын шығару сенің парызың, міндетің. Ал енді биыл 70 жасына байланысты бір өзіңіз лебізіңізді, тілегіңізді, сосын Байнөлге халқына айтар бір өзіңіз аманатыңыз бар ма? Соны қосып кетсеңіз. Биыл 70-ке толады Берімбай. Тірі болса егер. Тірі болған уақытында 70-ке толатын еді. Бірақ оған жете алмады. Бірақ артында сөзі қалды, өлеңі қалды, шығармалары қалды. Бұл оның өлместігінің екінші өмірінің жалғасы. Осыны жалғастыра беру,
оны ары қарай насихаттай беру сенің міндетің. Ал ағайындарға Баянөлгейдегі онда да 100-200 мыңдай қазақ бар ғой қазір. Бар. Мен Ұлан Батырда болған, сосын ана кімнің Шыңғысханның зиратына да барып көргем, біраз жерді аралаған мұнда. Сондықтан не айтайын? Ондағы ағайындар осы қарқыннан таймасын. Басқаның қолының астында отыру қалай болған уақытында да адамға басқа сезімдерді оятып, әсіресе сағыныш сезім, отанға дейтін сағыныш сезімді ұялатындығына көз жетем. Оған тіпті дәлел міне сезім сел дейтін Берімбай Сқақұлының жинағы дәлел. Бұл әр адамның басында болатын құбылыс. Бергі Қытайдағы Алтайда да болдым мен, Синьцзянды да араладым, түгел Құлжада да болдым. Мынау тіпті іргелес біздің Нарынкөлдің шетіне шейін келдім. Осының барлығын аралап жүрген уақытында қазақ жалғызғаны маған керек емес. Қазақтың психологиясы қандай екен, соның жүрген жеріндегі өзінің азаматтық қалпы қандай екен деген нәрселерді еріксіз. Тіпті мен дүние жүзін аралап жүрген адаммын ғой. Сонда барып, бір адам болса да іздеп тауып, сонау Сахалиннен бір қазақ тауып алып жерде іздеп барғаным бар. Сондықтан осындай жағдайда сыртта жүрген ағайындар үнжұрғас түспей, кәдімгі елдік Қазақстаным бар, елім бар, жұртым бар деген пиғылдан айнымай, жарбаңдап күн көрінгеннің алдына жалпақтамай тұруларына тілектестік білдіргім келеді. Әсіресе Баянөлгей қазақтары тіпті әрбірінің ата жұртында отыр. Ол Моңғолдың республикасына кіргенмен бұрынғы қазақтардың барып түріктердің шыққан жері, сондықтан осының барлығын олар қатты ескеру керек. Мысалы, Тұғырылханның тұсында Шыңғысханды тәрбиелеп атқан адамның өзі Тұғырылхан ғой. Шыңғысхан. Иә, Шыңғысхан. Әкесі Теміршін кім? Езукей қайтыс болардың алдында Тұғырылханға мінекей саған аманат, менің баламды аман есен өсіріп жеткізіп бер деп тапсырып кеткен. Бірақ соны Шыңғысхан артынан өсіп жетіліп, елді билеп ген уақытында Тұғырылханның өзіне ауыз сала бастаған уақытында ал жерде, сол жерде отырған қазақтар, ой, сен оған сенетін адам емес екенсің деп қара жыртыстың бойын жайлап отырып, мына омбыға келген. Енді далада өскен халық ағаштың ортасына барған уақыт, қалың ағаштың ортасына көндіргенмен жылжып отырып, солтүстік Қазақстанға келген, одан Қостанайдан Торғайға түскен, Торғайдан Сырға түскен, Сырға түсіп барып, онда да теңіз судың жайын білмеген бе, ары қарай өтіп, Орға жеткен. Орда барып отырған уақытында Жәнібек Батыр келіп әл жерде, ал ата жұрттарыңды іздесеңдер, жүріңдер деп ата жұрт қалып кеткен. Енді Жәкең 300 жылы келе жатыр ғой, соған байланысты Ер Жәнібек туралы да сұхбатыңызға қосып берсеңіз. Сол Ер Жәнібек әл жерде қазақтың Алтайдан, сол Моңғолиядан көшкен қазақтардың біразын қайтадан ата жұртқа жеткізіп, қазір қалың жұрт болып Қытай мен Моңғолияда отыр ғой. 1 миллион, 1,5 миллиондай қазақ бар о жақта. Сондықтан осындай батырларымыздың арқасында болсын. Ендігі жылы Жәнібектің 300 жылдығын тойлайық деп отырмыз. Оның атасы Қожабергеннің 350 жылдығын өткізіп, үлкен ескерткіштер жасап, кімге Жәнібекке де үлкен ескерткіш соқтық. Осы Жәнібек қорының арқасында мынау Жарма ауданында
Қытайға және де Россияға шығатын жолдың айырымына әдейі апарып біз ескерткіш соқтық. Оның ескерткішінің биіктігі 39 метр. 30 метрінде алаңды байқайтын, төңіректі байқайтын алаң жасаттық. Ішінде ресторан да бар. Ал төменгі етегінде өзінің 5,5 метрден мыстан құйылған ескерткіш жүр. Жанында 2 арланы киесі қасында. Жан жағына сырттан келетін адамдарға жатып кететін үйді дайындадық. Сонымен сөздің қысқасы, не бары, мынау Жәди Шәкен дейтін жігіт бар. Соның бастамасымен алдымен осында Алматыда ғылыми конференция өткіздік. Сосын ғылыми конференцияда мен болып әл жерде сөйлеген уақытында абақ керей, ашамайлы керей дейтіндер шықты. Сосын мен тұрып айттым, абақ да жоқ, ашамайлы да жоқ, бірақ керей бар. Соған ие болыңдар, сөйтіп барып, тіпті қажет болатын болса мынау Ержанбектің қорын жасайық деген әңгімелер болған. Соның нәтижесінде қазір Құдай тауба Ержанбек қоры үлкен 300 жылдығына дайындалып жатыр. Ендігі жылы мынау Монғолияда жүрген, сонау Қытайда отырған қазақтар, осы Қазақстанның қазақтары, ол батырдың жырын 300 жылдығын мақтап тойлап өткізуіміз керек. Бұған сыртта жүрген ағайындар міндетті түрде белсенді қатысып, ойларын айтама, пікірлерін жазама, мақалаларын жібереме. Қалай болған уақытында да Қазақстанның қазақтары ғана Ержанбекті тойлап қана қоймай, басқа жерде жүрген бизнесмен жігіттерді көмектесу керек дегенді. Иә, сол көмектесіп, қаражат жағынан көмектесіңдер, дәулеттерден бар бізде. Жоқ болмаса, онсыз да сендерге қарап отырған ештеңеміз жоқ, бірдеме қылып ол тойды өткіземіз. Қалай болған уақытында да бұл мынау Берімбайдың өлең жырлары осындай халықтық мәселелерді айтуға себепкер болып отырғаннан кейін айтып отырмын. Әйтпесе Құдай тауба, мынау ақын жазушыға біз қазақ кенде емеспіз. Тіпті менің бір мақалам бар, қазақпен сөздің кіндігі бір деген. Шынында да қазақты қай қазақты сөйлетіп қойсаң, ол сағаттап сөйлеп беретіні, жәнәті жырға айналдырып беретіні. Осы жағынан келген уақытында мынау халық ауыз әдебиеті бәлен түгендеп, фольклорды мынау Европа жұрты, орыстар онша менсіне қоймай, ал ауызша айтылған нәрселердің барлығы фольклор емес екендігін мен жақсы білемін. Анау жыраулардың аузындағы сөздер біздің тарихымыз. Әрдесін мынау архивте жатқан дерекке көп сене бергеннен гөрі жыраулардың аузына шыққан сөздерге де сену керек қой деймін. Оған себеп ана Қожаберген жыраудың 350 жылдығын өткізген уақытында соның шығармаларында қазақтың ата тегінің қайдан шыққанына шейін айтып беретін. Өзінің заманындағы, анау Тәуке ханның заманындағы, мынау Төле би, Қазыбек би, сосын Айтеке билердің барлығын жинап алып, 7 жарғыны шығартқан анау Тәуке ханның аты арқылы жүзеге асырған адам Қожаберген жырау. Тіпті сардар болып 20 шақты жыл көп қызмет істеген. Мынау кімді Қанжығалы Бөгенбайды сардар етіп тағайындатқан да сол. Оған тіпті әз Тәуке қарсы болған. Қарсы болғанына қарамастан әл жерде ел жұртқа басшылық ететін. Ал мынау Бұқар жырауды тәрбиелеп өсірген адам ұстазыма дейтін өлең бар Бұқар жырау. Сонда ол Қожабергеннен оқыдым. Дегенде бұл Берімбай ақынның келешек, жалпы келешек ұрпаққа берері қандай? Бір екінші, бұл кісінің негіз ақындығы атадан гендік, ата бабадан келген
бір қандық бір тектілік бар ма осыған? Ондай қазақтың сөз өнері бұл өте жетілген өнер. Сондықтан ол бабасы ақын болды ма, жырау болды ма, мен оны анық танығын қазір айта алмаймын. Бірақ қалай болған уақытында да қазақ болғаннан кейін ол сөзді үлкен биікке көтеруге тиіс. Соны мақтап көтеріп кеткен Монғолиядан келген ақынымыз Беркінбай Сқақұлы. Сондықтан оның шығармаларын ары қарай насихаттай беру, жеткізе беру біздің парызымыз. Әсіресе сенің парызың. Өйткені бұл мәселені оңайлықпен мынау қазақ қазір орыс тілді саясатшыл болып кеткен қазақтардың құлағына сіңірудің өзі де қиын болып жатыр. Тіпті анау кешегі Сәкен Сейфуллин сияқты, Сәбит Мұқанов сияқтыларды Совет үкіметін жақтаған, соның сөзін сөйлеген деп, тіпті шетке шығарып тастауға дайын болып жатқандар да жоқ емес. Осындай олардың орнына қайдағы тіпті еленбеген, еш уақытында сөзі халыққа жетпеген адамдарды насихаттап жатқан сәттеріміз де жоқ емес. Осындай кездерде біз шын ақын кім, шын сөзі қандай қадірлі деген мәселені жеткізіп айтуымыз керек. Соны шетте жүрген ақындардың ішіндегі ең ірісі Берімбай екенді дәлелдеп көрсету, ол кітап шығару арқылы ғана болады. Оны зерттейтін адамдар, қазір Құдай тауба, мен осы шеттегі ақын жазушылардың көбін зерттеткен адам. Монғолиядағы поэзияның қалыптасу, анау кім, Дәулеткерейдің апасы, Түркістан газетінің қызметкері, кандидаттық диссертация қорғады. Сосын тағы басқа жігіттер Қытайдағы ақындар, жазушылар өз жөнінде зерттеулер жасалды. Олардың анау зерттеушінің еңбегі арқылы тарихқа да кірген, шетелдегі қазақ әдебиеттегі тақырыпқа. Сонымен сөздің қысқасы, қалай болған уақытында да біздің сырттағы бауырларымыз сыртта жүрміз ғой деп мұңая бермей, кәдімгідей қазақ елі бар екен, жұрты бар екен, оның сөз тыңдайтын азаматтары бар екендігін қатты ескерулер керек. Сондықтан шығарған кітаптары, жазған еңбектерін Қазақстанға жеткізу мәселесінде де естерінен шығармау керек деп ойлаймын. Енді береке бірлік жайлы бір ауыз сөз айттыңыз, бұл аяқтық. Ағайын туыстың береке бірлігі. Ол береке бірлікке келген уақытында, кей уақытында мынау Қытайдан келген қазақтарға мені өкпелеймін. Болар болмас нәрсеге олар таласып жататын кездері бар. Әсіресе әдебиетте тарихқа байланысты деректерді. Анау қытайшаны біреу көп біледі, біреу аз біледі, соған байланысты деректерге. Ол қытайша жазылғаны қалай екендігін әрине қазір біз анықтай алмай жатырмыз. Бірақ биыл қазақ тарихына байланысты үлкен үрдістер жүріп жатыр. Қазір 24 адамымыз шетелдерге, Қытайға да, Түркияға да, Иранға да, Афғанстанға да, бәріне де барып, сол жақта қазаққа қатысты деректердің барлығын алып келіп, енді соны тұтас кітап етіп шығарылды. Тіпті Қытайдан 283 кітап шығарған дүниелер келді. Осының барлығын қазаққа қатысын жарқыратып көрсетеміз. Сол уақытында шеттегі ағайындардың қандай күйде болған, қандай жағдайда жүргенін, қандай болуға тиіс екендігін айтатын кездер болады. Соған сырттағы жүрген ағайындар әрқашан өздерінің үлесін қосып, барын Қазақстанға жеткізу керек. Қытайдан да отырғандар ол жерде, олар да қазір қытайланып барадыр. Монғолияның да қазақтары монғолша сөйлеген уақытында қосып қойып отыр.
дауыс ырғақтары да осындай жағдайда бәрібір анау үлкен халықтың ортасында отырған аз халық ол жұтылады. Мысалы Қытайдағы бұлардың жұтылуы оп-оңай. Қазір 30 миллион дей ма, Қытай мынау берге Шинжанға көшіп келді. Әскер болып, ана болып. Көшіріп жатыр Шинжанға, келіп жатыр. Келіп жатыр. Менің мектептерімде жауып тек қана қазақ тілі мен әдебиетін ғана қазақ тілінде оқытып жатыр. Басқаларының барлығы қытайша. Ол кешегі біздің совет үкіметі заманында өткен период. Соған байланысты. Орыста да бір мектеп жоқ, Россияда қазақтар. Иә, соның барлығы Қытайлар коммунистік жолмен келедір ғойларды. Бірақ ол коммунисті мен Қытайларда социализмді сақтап отырғанына қарсы емеспін. Социализм ғылымы, білімі ол адамзатқа керек. Адамзатты ала алмай, барлығын қатарда тең ұстау керек деген идея. Ал мынау капитализм ақшам болса ғана адамсың, ақшам болмаса сені таптап жүре беретін жағдайды көзімізбен көріп отырмыз ғой, өңіні бұлай қойған уақытында. Осындай жағдайда Қытайлардың бұны алып бара жатқан бағыты идеологиясы социалистік, экономикасы капиталистік болғаны өте пайдалы. Қазір Қытайдан орыс та сескенеді, Америка да сескеніп отыр. Сондай күйге, ал ол аз жылдың ішінде осындай деңгейге көтерілу, ол әшейін ойлағаннан ғана келмей, нақты іспен атқарып. Кешегі Европа менсінбейтін Россия қазір әлемді аузына қаратып отырған елге айналды. Сол социализмнің арқасы. Сондықтан көп нәрселерді құр жамандай беру, әйтеуір заман өзгерген екен, төрі өзгерген екен деп жамандай беруге болмайды. Сондықтан оның қандай қасиеті бар екендігін біз ел жұртқа дұрыстап жеткізуіміз керек. Осы жағынан келген уақытында Монғолиядағы ағайындар, Қытайдағы ағайындар, мынау Еуропада, Түркияда жүрген ағайындар, Афғанстанда жүрген ағайындардың барлығы да елге де болып жатқан жаңалықтарға құлақ тұрып, қазақ елінің рухани байлығын асыра беруге, молайта беруге жәрдемдесулері керек. Әрине, олардың жасаған еңбектеріне біз қарап та қаламайтын шығармыз. Өйткені қалың қазақ не ұясы, ордасы бізбіз ғой. Сондықтан ағайындар өздерін тарихтан ұмытылып кетпеу үшін, жұтылып кетпеу үшін осындай қолдарынан келетін іс-әрекеттерді Қазақстанға сездіріп, білдіріп, жеткізіп отырулары керек. Сондықтан ол Қазақстан болсын, жоқ болмаса Түркиядағы қазақтар болсын, Қытайдағы, Монғолиядағы қазақтар болсын, басқа жерде Еуропада жүргендер болсын, қалай болған уақытында да ұлттық мақсатты негізге алуымыз керек. Қазақтың ұлты, қазақтың мәдениеті, қазақтың қаны дейтін нәрселерді қадірлеп, құрметтеу әрбір адамның, қазақ болып туған адамның бойында болатын қасиет болуға тиіс. Рахмет. Біздің қазақ әдебиетінде, қазақ мәдениетінде, қазақ өнерінде өзін айқайлатпай, шулатпай, дуылдатпай, шын жүрегімен, қалам қарамымен, жалпы жан дүниесімен өзінің ұлтқа тән ұлылығын көрсетіп, өзінің ұлты сияқты қарапайым, өзінің жұрты сияқты жайсаң, сондай бір бақытты кезеңдерді де, қиын кезеңдерді де басынан өткерген, қос елді құшағына алып, мынау талай қос қуаныштарды, небір зобалаң қасіреттерді басынан өткеріп, бір керемет күй кешкен, артына іргелі іс қалдырған бір азамат ылғи да менің көкейімде жүреді. Ылғи да менің болмысымда, жан жүрегімде сағынышыма айналып бара жатыр.
ылғи да сондай азаматтарға алаң болып, соның артындағы тағдыр із жолы тамам болмай, тықырықта танылып жатса, ұрпақ үлгі етіп жатса, ол кейінгілер үшін парызды істеп түсінуші. Сондай ұғымдағы бір қадірлі қаламгер, асқақ ақын, өзінің сан салары өнері бар Берімбай Ысқақұлы азаматты мен тым әріректен біраз уақыттан бері біліп қалдым. Өмірінің соңғы жылдарында да оның көп өлең жырлары халықтың жүрегіне жол тауып, тіпті әнге жырға айналып, өзінің тұлғасын таныта бастап еді. Бұл кісіні мен сол Алла нәсіп етіп бір топ ақын жазушыларды, Қалдарбек Найманбаев бастаған Қадыр бар, Тұманбай бар, көптеген ақын жазушылар бар. Бір Баян-өлгей өлкесіне сәті түскен кезде, сапар шеккен кезде танысып, білісіп қалып едім. Сонда менің төңірегімдегі белгілі ақындар, қайраткерлер Баян-өлгейде жүрген осы бір болмысы бөлек кісіні қатты құрметтеп, соның өлең жырларына тәнті болып, қайраткерлігіне, оның өмірге құштарлығына шын жүрекпен ықылас аударғаны есімде. Мен келе-келе бұл кісіні өз көз жанарымнан тастамай, жүрегімнің түкпірінде сақтап, өлеңдеріне де мән бере бастадым. Сондықтан бұл ойлап қарасам, бұл кісі өзі тағдыр талайы көп адамға ұқсамайтын. Туғаннан өзінің ата жұртын аңсап, сол бір арманды күй кешкен кісі екенін аңғардым. Оның сон дүниелерінің барлығы сол өлеңдерінде өріліп тұрады. Оның ойлары, сезімдері сол өлеңдерінде өріп, сол жүрегінен, тілегінен, ниетінен ұлтқа ұйытқы боларлық ұлы сөздер шығып жатты. Енді бұл кісінің бір мен таңғаларлығым күрескер кісі екен. Бұл кісі сонау бір кездегі тәуелсіздіктің алаң-елеңінде сол ұлы көштің қазақ даласына қарай бет алуына қатты үлес қосқан. Содан кейін ол жақтағы, сол Моңғолия жақтағы да үлкен мемлекеттік жүйеде, мемлекеттік деңгейдегі үлкен әдеби сыйлықты алған, Моңғолияның мемлекеттік сыйлықтарын меңгерген. Одан кейін Қазақстаннан келгенде де сол көптеген қиындықтарға қарамастан өзінің әдеби дәуренін бастан кешірді. Енді кітаптары да қолыма тиді. Енді өзінің баласы біздің кім? Бақыт болды. Бұл күнді барлығы біледі. Бақыт бол сол әкесіне тартқан қарлан болды. Әкесіне тартқан ардагер азамат болып келе жатыр. Бақыт болдың, енді ол жаста емес, бірақ болашағы үлкен биік белеске беттеп бара жатыр. Сол әкенің рухынан жаралған, әкенің жүрегінен, қанынан таралған қадірлі қазақ азаматы, қастерлі қаламгер болып шығатынына мен өзім сенем. Көптеген өзіміздің әдебиетшілердің, белгілі кісілердің бәрінің де пікірі бір арнаға осылай тоғысады. Осы Бақыт бол көп қазір терін төгіп, білегін сыбанып, қажырлылық көрсетіп, әке аманатын атқаруға қатты үлес қосып келе жатыр. Бұл көптеген атаның артындағы ұрпақтың қолынан көп келе бермеген жағдай. Бұл да атаның, әкенің бақыты. Өзі ертерек кетсе де, артында осындай ұрпақ қалдырып, сол ұлтына, жұртына соның өзінің ізгі мақсатын жалғастыруға Алла нәсіп етуде. Бұл да бір біздің бір
ұлтымыздың бақыты деп түсінемін. Ал енді кітаптарын, өлеңдерін оқып отырсаң, көп ойланарлық, толғанарлық, көп жүрекке әсер ететін, жаныңа тиетін, жаныңды мазалайтын бір арманды ойларды, бір күрделі кезеңдерді, сағыныш мен мұң аралас сазды қатар өрген бір ғажайып жырларға тап боласың. Соның бірі жүрегімнің жетімнің зары деген өлеңі көзіме түскен еді. Ол кісі айтады: мейлі аш, жалаң аш, тұлдыр жетім, көкірегін қайғыға тілдіретін, шерлі, сорлы болсам да шекарадан асырмашы, тілім жоқ бүлдіретін. Бейуазбын, сәбимін, күнәсізбін, тумай жатып үкілеп құлаш ұрдым, аластады ақшаға арманымды, болмаған соң ұрпағы бір асылдың. Қаршадайдан демеңіз еңіреді, қарашығым қызыл қан, төңірегі жаңсақтармен жесемде қалдық теріп, қара суға қайғысыз семіреді. Құртақ болман омалып тағамыңа, батсын шөгірі туған жер табаныма, қазақ болып өтейін дүниеден, қалмаңдаршы ағайын обалыма. Тыңдаңызшы зарымды шарқырамын, сан сүрініп өмірде сан құлармын. Аяңдаршы ағалар шетте сонау, кімге керек отансыз шалқығаным. Құлын жаным шыңғырып құраулаған, қандай ыстық көк майсаң бұраунаған. Мені сатып ұшпаққа кім жетеді, бұйырмаған жеймекен ұялмаған. Отанымда ойнайтын күнімді қи, ана сүтті аяулы тілімді қи. Ұлтарағы болайын өз ұлтымның, қол ұшын бер депутат білімді бей дейді. Бұларда бұл арқа тірері, қол ұшын берері, мынау депутат деген сөзді бекер айтып отқан жоқ. Бұл бір адамның ғана арналған дүние емес. Мынау бүкіл билікке, бүкіл ұлт иелеріне, жұрт иелеріне, тіпті жалбарына сөйлеп, мұңын шағып, соның барлық арманды зарын арыз күй ретінде сол ұлтына жеткізіп, енді сен депутат, сен болмасаң мен бармын, ал сен депутат бар болсаң, сол осы менің мұңыма ортақтас, зарымды сезін деген бір керемет бір қиял күші бар. Осыны ойлағанда бұл кісінің кеудесіндегі, жүрегіндегі, жалпы болмысындағы бір жатқан белгісіз бір бұлқыныс бар, жан сезімі бар. Соны айқайлап та айтқысы келеді, сыбырлап та сыр шерткісі келеді, бірақ бәрібір оның анау атам заманнан келе жатқан ары, жүрегі, тілегі туған жерге тоғысқаннан кейін тәубашылық жасап, сол елдің аужайына қарап үміт етеді. Бірақ ақын жүрек сол арманды тілекке тезірек жеткісі келеді. Бірақ сол Алланың ісі сол ертерек кетті де, көп ойларды, көп жырларды, көп сырларды өзінің жүрегімен ала кетті. Бірақ артында қалған дүниелерінің өзі осындай мұңнан, зардан, арманнан, мақсаттан, құштарлықтан туындап жатады. Сондықтан ұрпақ үшін ұлы үрдіс болып ұзақ өмір сүретін шығармалар қалдырғанына күмәніміз жоқ. Енді мысалы кешегі желтоқсанның ортасында жүрдік. Қасіретті, кейіпті бастан кешірдік. Сонда сол кездерде бұл кісі соның мұңымен, соның зарымен тура сол оқиғаның өзіне араласып жүргендей, және ол желтоқсан тудырған батыр ұлы қыздардың рухымен сырласып, соған бір
ұлттық үлкен үрдіс береді. Соны бір азғантай бір 2-3 күн шумақ мысалы. Айналды олар аңыз қыз, аңыз ұлға деп жаңшыл тоқсанның ұлы қыздарына риясыз сыр шертеді. Қайнағанда керемет қаны күшті, қолын ұстап жүрегін алып ұшты, аспандағы жұлдыздар жерде жанып, найзағайдай жарқылдап шағылысты дейді. Бұл деген бұл керемет сүгірет қой. Енді осыны бір сүгіретті мысалы сен мынау қалғалам шебері болып тұрып, осы 2-ақ жолды сен полотноға түсірсең, бұл мәңгілік бейне болып қалар еді. Немесе соның бір көркем фильмдік күй құдіретін жасасаң, мынау 2-ақ ауыз сөзбен сол көздегі жан таласқан, шарқ ұрған тірлікті, бұл құлысты 2-ақ жолмен беріп отыр, бір шумақпен беріп отыр. Міне бұл ақынның тапқырлығы, ақынның алқырлығы, ақынның тереңдігі деп түсінуіміз керек. Жүрек жұлдыз жарқылдап шағылысты, от топ жанды алматы бағы қысқы, жанын қиып қайсар ұл, қаршадай қыз ұлтқа деген лаулатты сағыныш дейді. Ыстық қанын аязға қарып алып, намысына жігерін жанып алып, мұз қарумен айқасты қызыл қолмен, қауіп қатер қорқыныш бәрі қалып дейді. Бұл арадағы сүгірет, қызыл қолмен деген сүгірет көп ақынның несіне ойына келе бермейді. Қызыл қол, қызыл бейне, қызыл көз, қып-қызыл тұлға. Ал қызыл қол жаншықтап жатыр. Қызыл империяның түсі қызыл. Сол қызыл қол арқылы мінекей сүгірет беріп отыр сол оқиғадан. Сол кездің солан жаншылып шыққан, шарқырып шыққан ұлы қыздың құдіретін көрсетіп отыр. Міне сондықтан бұл ақынды өз оқырманын бейжай қалдырмайтын, артына құдіретті өлең ізін қалдырған, ұлтты ізгілікке бастаған, арман мен сағыныштан жаралған, сондай бір бақыт пен мұңды қатар көріп бастан кешірген үлкен аяулы азамат ақын екендігін біз қай кезде де айта аламыз. Егер шын мәніндегі әдебиет сыншысы болып, дәл осы кісінің шығармаларына нақты талдау жасап, соның қадір қасиетін халыққа жеткізсе, бұл кісі оқырмандардың өзі сұраныс тауып іздеп жүретін ақындардың бірі болар еді. Біз амал не? Кітаптарда аз таралыммен шығады, насихатта шамалы болып жатады, бірақ артындағы ұрпақтары бұл кісінің қалдырған ғажайып қазынасын әлі талай саналы түрде сағынышпен еске алып, ұрпақтан ұрпаққа жеткізер хақ. Бұл кісінің шығармалары үлкен, өнердің сан сала, драмасы бар, поэмасы бар, киносы бар, әзіл оспақ болсын, барлық жанрларға қалам тартқан адам. Әзіл оспақ туралы әңгіме тіпті бөлек, ол өзінше әңгіме болып кетеді. Мен мынау сырлы, мұңлы, сағынышты саздарына ғана сол ниет етіп, соны талқылауға мүмкіндік туып тұрмын. Әйтпесе бұл кісінің өзінің заманында, өз ортасында биік деңгейдегі сондай бедері бар, берері көп болған, айтары әлі де арманды күйлері алдында тұрған, талай асулардан асса да, бірақ өзінің арманды мұңын түгел жүрегін сарқып халыққа беріп кетті деп айту қиын бұл кісі туралы. Бұл кісінің бірақ осы қалған өлеңдерінің өзі көп ғасырларға арқау болатын, көп жылдардың жүгін көтеретін үлкен бір ізгілікті дүние екенін ұрпақ түсінер хақ. Мұны оқы деп бердің ғой? Мынау оқы дедің ғой?
депутат не қылды бұл не? Ол емес. Сезімсел деген не? Бүгін туды қуатын табасыра. Мынау бұл деген қазірде біз мынау оралмандардың рухын орнына қоя алмай жатырмыз. Оралмандарға деген көзқарасымызды әлі жөндей алмай жатырмыз. Әлі оралмандардың шаш етек проблемасын тудырып, өз қандасымызды тапа-тал түсте ашық күннің астында әлі өзінің қадір қасиетіне жете алмай жатырмыз. Сан түрлі бір мемлекеттік бір шаралар кеп, сол шарасыз күйге түсіреді. Ал біз тек өзіміздің ата-бабаларымыздың ұрпағы елін аңсаған оралмандар деген ат қойсақ та, сол оралып келген тұста, отанымызға келген тұстағы солармен жан дүниемізді бірге бөлісіп, рухымызды бір сезінетін толық күндерге жете алмай жатыр. Бірақ бұл бірте-бірте халықтың рухы оянған сайын, бұл оралмандар ұрпағы, оралмандар тарихы біздің ұлтымыздың ұлы мақсатқа үлес қосқан іргелі керуен екендігін, керуен көш екендігін, ата жұртқа оралған асыл арманның асқақ күйін шертетін кезең келеді деп ойлаймын. Мысалы, бір өлеңінде айтады бұл кісі, сезімсел деген. Не күн туды қуатын тауасыра, дауа бар ма жанымның жарасына, зар болдым ғой туған жер даласына, бір жұтуға зар болдым ауасына. Қандай сағыныш десеңші. Ес білмеймін, тартпадым ат жалында, орану да өзегім от жалынға, ешкім маған жан ашып қарамадау, қатал тағдыр жазайын тартқанымда дейді. Мінекей, осындай қайғы қасіреттің қазанында қайнаған кісі бұл кісі. Содан шымырлап жырлар туған. Соны біз енді түсінуіміз керек, ұғынуымыз керек. Кеш отаным, атанам, кеш құрсағым, алдамашы арман, алдамшы арман, кешегір қасқыр сағым, жетімдерге жететін күн туама, талқандайтын тағдырдың тас құрсауын. Көрдің бе? Мұны кәдімгі анау баяғы Моабит түрмесінде жатып, кәдімгі бүкіл тас түрмелердің қабырғасын қақыратқан Мұса Жәлел өлеңдерін біз жаттап өстік қой. Ол насихат солай болды. Ал мына кісілерді де біз солай айта білсек, дәріптей білсек, содан еш кемдік жоқ. Ол үшін адамның түрмеге түсуі немесе бір қапаста отыруы міндет емес. Кең далада жүріп ақ, өзінің кең даланың құрсағында, ананың құрсағынан шығып, даланың құрсауына шыққан кездегі қасіретін айтып отыр. Туған жердің топырағы бұйырмады, опқалы тұр бұралқит қиырдағы, жанға батты елімнің сиырғаны, елімнен сиырғаны, жас аралас көзге қан құйылғаны. Мендей болсаң көзден көл төгер едің, матап байдап бірақ күн егер едің, сәбилерден депутат қымбат қой деп сатса, сізді ағатай не дер еді? Мінекей, сыртқа кетіп бара жатқан, көздері жаудырап, есі ақылы жетілмеген жас сәби, шарасыз жас сәбилерді сол шетке сатып жатқанда, тағы да ел сайлаған депутаттарға үміт артады, зар төгеді. Одан басқа жалынар, табынары болмай қалады. Ол жеке біреулердің атын атап түстеп, ай бәленшесін сөйт деуге шамасы жоқ. Бұл кісі бар қолынан келгені халық сайлаған, халық қалаулысына ғана сол үміт артып, сол арқа сүйейді. Мен депутат деген сөзім өлеңдерде кездесіп қалу себебі сол. Мендей болсаң, басыңызға берсегер боздағанды, бала заңым қояр ең қозғағанды, араныңыз ашылса аш қасқырдай, сатып көрші алдымен өз балаңды. Қасіреттен қай күні қайырыламын, қасіреттен қай күні қайырыламын, қайғы толы, қан толы, қарғы бауым,
сата көрме сәбиді, ең ақырғы мен болайын қаңғыған қаралағың, сәбилерді сатпашы деп өтінемін. Жан бар ма екен аяйтын жетімегін, кетіп барам қан жылап қайран едім, қарсы айырылды қайғыдан көкірегім, қарсы айырылды қайғыдан көкірегім. Міне бұл отанның алас күрес кезде түскен, басына түскен зобалаңы. Міне одан еш жей бетеп жинап, жаңа енді мынау парламентте сәбилерімізді қаңғытпауға, сыртқа сатпауға енді әңгіме дүкен құрып, енді пікір қозғап, енді соған бетбұрыс жасап жатырмыз. Сол көзде қатты кірісетін шаруа осы еді. Ал ештеңде кеш жақсы деген бір әйтеуір жұбаныш мәтел бар, соған тағы да иек артып, соның өзінде дау-дала болып, соның өзінде де әлі толық қанды пікір айтылып жүйеге түспей жатыр. Міне, ал бұл кісілер сонау алғашқы алаң кезінде анау сәбилердің көзі жаудырап шырқыраған сәттерінде сол дауысы құлағынан кетпей, жүрегімен шырқырап, жүрегімен бұлқынып, жүрегімен шарқырып, сөйтіп зарға қағып кетті. Сондықтан бұл талайға, ұрпақтан ұрпаққа сабақ болар тәлім. Қазағын бас қосады кезетін деген. Енді өзінің өмірінің ол кісі бір бәлкім қысқалығын сезім екен, бәлкім мынау алай-түлей қиын дүниенің қай қиырға қарай бастап бара жатқанын байқадым екен. Сол қазаққа ұран тастайды бұл кісі. Қазағым бас қосатын кезін келді дейді. Бұл осыдан бір 20 жыл бұрын айтылған сөз. Тәуелсіздіктің алғашқы кезеңінде айтылған сөз. Біз осы сөзді әлі айтып келе жатырмыз. Бірақ соның алғашқы қарлығаш үні шырылдаған осы. Бастан сырғып бақыттың балғаймағы, малғайдады, зар заман салғайдады, шалықтырды, қутырлық жалықтырды, шағын елді шаршатып шалғайдағы. Жаһандағы бейхабар асыл істен, көңілдері көтерем, ашу үстем, тауқыметін тұл тағдыр талақ етіп, жырым-жырым жүрегі жасын ішкен, көрінгенге бұдан боп мәнсә өктем, қанша қыс жаз өткізді, қанша көктем, топырағын туған ел бір құшуға, ата бабам зар болып аңсап өткен. Төгіп тұрса туған жер шұғыласын, рияға кіршіксіз жылынасың, шалғай кетіп шашылып шетте жүрген, шаттығынан қазақтың мұңы басым, шаттығынан қазақтың мұңы басым деп кетті. Міне Ересабаз Ерен ақынның еліне жұртына айтып кеткен ұранды сөзі, ұлықты сөзі, ұлағатты сөзі өсет. Мұндай жырлар Берекеңнің бүкіл өлеңдерінде бой көтереді. Бүкіл өлеңдерінің өн бойынан сезіліп тұрады. Ұлттық сезім, ұлттық күш, ұлттық рухани байлық, сағыныш, мұң арман, міне осындай жалғасып, бәрі бір-бірімен синтезделіп, қабысып, табысып, оқырман жүрегіне еріксіз жол тартып жатыр. Міне осы ақынды ардақтау, осы ақынды риясыз сол қолдау, шығармаларында қамқорлық жасау, өзі кеткенмен артында қалған көзі бар, ұлты бар, жұрты бар, бала шағасы бар, барлығы өнер сүйер қауым бар, өлең сүйер жұрт бар. Осылар осындай заман өзі тудырған өзгеше дарынды ақындардың асыл қасиетін қастерлей берер хақ. Рахмет. Баян өлгей біреуіміздің бауырымыз, біреулердің бүйрегіміз, біреуіміздің жүрегіміз,
қайсысы болса да адамның болмысында, денесінде ол бөлек дүние жоқ, өзі бітім болмысымен бірге жаратылған, бірақ жүрек қатты сағынады, бүйрек бұрады, бауыр елжірейді. Міне осындай өн бойындағы бүкіл болмысқа қатысты дүниенің қандай қасиетін айтсақ та, сол Баян өлгей еске түседі. Кеңестік кезеңнің оларда аз азабын тартқан жоқ, сөйтіп тұрып өзін сақтап, тәуелсіздікті армандап, енді елім жерім деп еңірек келгенде құшақ жайып, сол төбемізге көтеріп, соншалық бір әлеуетке жеткіздік деп айта алмаймыз, бірақ біз төзімді халықпыз, кешірімді халықпыз, болашаққа құштар халықпыз, қиындықтан қайтпайтын халықпыз, жасымайтын жұртпыз. Соның нәтижесінде біз қазір мынау оралманның мұңы мен күйін жарияға жар қылмай, өз ішімізде, өз жүрегімізбен, өз тілегімізбен, өз мұңымызбен сүйреп келе жатырмыз. Сондықтан оралман алыстағы Баян өлгейдегі бауырлар, сіздер алыста жүрсеңіздер де, жақында жүрсеңіздер де, әр қазақпен біргесіздер. Өйткені қазақы болмыс, қазақы қасиет, қазақы өнер, қазақы тұрмыс, тірлік бәрі сіздердің бойларыңызда. Сіздер соны бір кезде тілінен, ділінен, дінінен айырыла бастаған қазақтардың жан жүрегіне қан құйғандай боп, қуат әкелгендей боп, солардың болмысына ерік жігер бергендей боп келдіңіздер. Көш сәл-пәл тоқтағанмен рухтың құдіреті ешқашан толастамайды. Сіздер тіпті сол жақта жүрген көзінде де Қазақстанның бір бөлшегі болып, ұрпақ рухын көтере берерлеріңіз хақ. Ал бірақ бәрібір ерте ме кеш пе бүкіл ұрпақ өзінің туған жерімен қабысып, табысып, шұрқырасып, өзінің туған жерінде рақат өмір сүріп, жаттың күйін кешпей, жамандыққа ұрынбай, бақытты дәуренді бастан кешіретін күндер келеді. Себебі ол бауырсыз, бүйрексіз, жүрексіз қазақ өмір сүре алмайды. Әр қазақтың бойында осы қасиетке сіздер сол рух беріп, сіздер жігер беріп жатқанда, төзімділіктің, содан кейін мынау салт дәстүрдің, қазақтың асыл қасиеттерінің қадірін танытатын тұтас бір ұрпақ, ұлы елдің үлкен бір даласы Баян өлгей болып көсіліп жатқанда, бұл қазақ ешқашан басқаша күй кешпейді, өзінің бақытын, өзінің мақсатын, өзінің арманын орындайды. Баян өлгей жұрты өсіп өніп, көбейіп, өз жерінде, өз елінде, ол тіпті басқа жат жер деп айтуға келмейтін, сол жерді өздеріңіздің отандарыңызға айналдырып, сол жердің арғы ата мекеніне айналдырған ұрпақсыздар, ата-бабалардың арманды ізбасарысыздар. Сондықтан сіздер сол жерде жүріп ақ Қазақстанмен қауышып, қазір алыс жақын дейтін ұғым туылмайды, бірлік қана деген ұғым бар, бірге жүріп, сіздер қазіргі кезеңдердегі бір өздеріңізді жат жұрттай сезінетін жәдігер пейілден, жәдігөй пейілден пейілді адамдардың азайып, қырқан, кемел, ұлтын, жұртын керемет сүйетін ұрпақтармен қауышып өмір сүретін күн туады. Бір кезде тың игеру кездерінде Ресейден жүздеп, миллиондап қабылдап, соны құшағымызға енгізіп жіберіп, қойнымызға енгізіп жіберіп, жеріміз таптатып, олар шаңдатып, олар
қандатып, ақыры жерімізді экологияға ұшыратып, әлі күнге дейін соның ағзамынан арыла алмай келе жатқан кезде, оған да бұл халық төзген. Ал сіздер олай емес. Сіздер өнердің, қазақтың, өркениеттің, ұлттық үрдістің, тұрмыстың, діннің, тілдің қадір қасиетін жеткізіп жатырсыздар. Там-тұмдап болса да, соңғы кезде там-тұмдап та айтуға болады, сол там-тұмдап болса да, сол талмас қанаттарыңызбен, алмас жүздеріңізбен, қайрат бірліктеріңізбен, тірліктеріңізбен, еріктеріңізбен, жігерлеріңізбен, мінекей ата аңсаған ата жұрттың арманына асыл қасиет қосып жатырсыздар, бауырлар. Сондықтан сіздерді біз сағынып отырамыз. Сіздер көбейсе екен, келсе екен деп тілеп отырамыз. Ол жолдың қиын екенін де білем, бірақ қазақ не қиындықты көрмеген. Бұл қиындықтан да сіздер арыласыздар, озасыздар, тозбайсыздар, озасыздар. Сіздер әлі ата қоныста, ата жұртта, ата жұрттың аспанның астында асқақ көңіл күйімен асыл перзенттердің қызығын көріп, рақатын сезініп, бақытты ғұмыр кешетіндеріңіз айдан айқын. Алла тағала соған нәсіп етсін. Сіздерді сағынамыз. Мәдениет, өнерді тағы қорғауға байланысты бір ауыз лебіздеріңіз. Ұлттық әдебиетін қорғауға, байын-өлгей руханиятын сақталып жүрген. Мынау енді бізде бір әлгі қазақ бір әлгі көп ұлтты деген бір кеңес үкіметінен келе жатқан бір келеңсіз бір сөзден әлі арыламай жатырмыз. Сол көп ұлтты деп көпке алаңдайып жүреміз де, өз ұлтымызды, өзіміздің қосылып жатқан қанымызды қастерлей алмай қалып жатқан жайымыз бар. Оны жақсы түсінесіздер. Ал бірақ мынау нағыз ұлттың ұйыған жерінде өнер бар, дәстүр бар, салт бар. Сіздердің сол дәстүрді сақтап, сіздер де сол бір империяның иегінде жүрдіңіздер. Соған қарамастан осындай күйге жеткізген асыл еңбектеріңіз елеусіз қалмайды. Сіздерде өлеңнің, өнердің бүкіл асыл мәйегі қасиеті жатыр. Сол қасиет, сақталған қасиет, сан ғасырдан бері аман есен бізге жеткен бір құдірет, ол ешқашанда өзінің құнын жоймайды. Сондықтан сіздер бізге әлі де мынау Қазақстанға, өз ұлттарыңа, өз жұрттарыңа әлде де мынау өнердің өрнектерін, мынау қол өнері болсын, басқа да мәдени өнері болсын, әдеби тірліктер болсын, жалпы адамзат баласына қандай қастерлі құндылықтар бар, соның барлығы сіздің елдің бойында тұр. Соларды шашпай, төкпей, ешқандай қиындыққа қажымай, аман есен біздің даламызға, біздің бабамыздың ұрпақтарына, өздерің бабаларыңыздың өмір сүрген еліне, жеріне, кіндік қан тамған жеріне аман есен алып келіп, орнығып, бір бақытты күй кешуге Алла тағала нәсіп етсін дегім келеді.